Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сан есім. Бүгін сан есімнің соңғы тақырыбын өтетін боламыз. Ендеше дәптерімізді ашып, 12 мамыр сынып жұмысы деп жазайық. Ережені бір қайталап алайық. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім деп атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5, 7, 9-шы, 20-шы деген сияқты. Балалар, сабағымызды мына жаңылтпаштан бастағым келіп отыр. Менімен бірге қайталаңдаршы. Ала көл, дара көл, ала көлді қара көр, ол көл мөлдір көл. Тағы да бір рет. Ала көл, дара көл, ала көлді қара көр, ол көл мөлдір көл. Балалар, бұл жаңылтпаштың авторы Ескен Елубай екен. Балалар, ала көл туралы білетіндерің бар ма? Ала көл туралы үлкендерден, немесе дерек көздерден ақпараттарды біліп алыңдар. Сендер ала көлде болдыңдар ма? Бұл сұрақтардың жауабын маған аудиозаписпен жіберіңдер. Ендеше сабағымызды бастайық. 32-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сейіл серуенге. Қырқаны асып, жондасып, жүрді кеңес өрменде. Ауыл қалды шырақта, жұбымызды жазбадық. Аунап жасыл құраққа, тау қойнауын шарладық, деп Болат Үсенбаев ағам жазған екен. Балалар, бұл суретке қарайықшы. Бұл суретке қандай ат қояр едіңдер? Және бұл өлеңге қандай ат қояр едіңдер? Бұл өлеңде не жайлы айтылған? Бұл мәтіннің қай түріне жатады? Сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Балалар, бұл тапсырманы да ауызша орындап, маған аудиозаписпен жіберіңдер. Ендеше дәптермен жұмыс жасайық. Жазбашы жұмысымызды 33-ші жаттығудан бастайық. Дәптерімізге 33-ші жаттығуды сандарды сөзбен жазып, өлеңді көшіріп жазыңдар. Мұны үлгіге қараймыз. Бізде сандар цифрмен берілген болса, ендеше біз соны сөзбен жазуымыз керек. 1, 2, 3, ал кәнекей, ұш дейді. Ары қарай өздеріміз жалғастырамыз. 33-ші жаттығуды болғаннан кейін, балалар, 35-ші жаттығуды көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз дейді. Мысалы, Асқар 7 жаста, атасы, ары қарай өздерің тиісті сан есімдерді қойып көшіріп жазамыз. Сан есімдерді табамыз. Олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын анықтаймыз. Мысалы, мына жерде Асқар 7 жаста дегеніміз, ол 7 жаста. Неше жаста? 7 жаста. 7 жаста деген сөзбен байланысып тұр екен, е? Одан кейін, балалар, сол тапсырманы орындап болғаннан кейін үй жұмысына 36-ші жаттығуды аламыз. Сөз жұмбақты дұрыс шешсеңдер, балалар, жылы жаққа саяхаттайтын құстарды табасыңдар.